Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше тез жасалатын оңай шоколадпен панкейки жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Миксерсіз винчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Ертілген майды саламыз үстіне. Әбден ерігенше винчикпен араластырамыз. Содан кейін үстіне сүтті құямыз. Тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне бір қасық ысытқышымызбен тұзды салып тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін онды 3 бөлікке, я болмаса 4 бөлікке бөліп, винчиктің көмегімен араластырамыз. Сұйық массамыз дайын, осындай қоймалжың болу керек. Енді осындай шоколадымызды алып үгіттіп, тәрелкемізге салып дайындап қоямыз. Табанымызды қыздырып, 2 ас қасықтан салып, үстіне шоколадымызды салып, тағы да 1 ас қасықтан салып, үстіне пісіріп аламыз. Менде бірінші салғаным кішкене күйіңкіреп кетті. Астын басуды ұмытпаңыздар. Қатты шығып кетсе, күйіп кетеді. Біздің панкейкіміз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.